Ассалямағалейкум, сәлем баршаңызға. Әйелдердің гормонын қалпына келтіретін 3 сусынды білдіңіз бе? Егер де білмесеңіз, осы видеоны соңына дейін қарап, мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып, поделиться батырмасын басу арқылы мен анамның одан әрі қарата дамуына себепші болыңыздар. Лимон қосылған жылы су. Лимон қосылған жылы су салмақ жоғалтуға, организммен токсиндерді кетіруге, иммунитетті, терінің күйін және ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Себебі лимон тоқтық гормоны лептинге әсер етеді. Егер ол тепе-теңдікте болмаса, дене майлы шөгінділерді жинай бастайды. Рецепт өте қарапайым. Жарты лимон шырынына қайнаған су құйып, оны суытып ішесіз. Таңертең осы сусынмен бастаған дұрыс. Әйелдердің ұрпақты болу жүйесін реттейтін таңқурай жапырағы шайы. Олар жатырды нығайтады, етеккірді, босануды және менопаузаны жеңілдетеді. Бұл шай ерекше сергектік береді және кофені алмастыра алады. Оны күніне 3 кесе ішсеңіз, гормоналды фон тәртіптеу келеді. Рецепт өте қарапайым. 1 ас қасық таңқурай жапырақтарын кептірілгенде болады. 200 мл қайнаған су құйып, оны 10 минут қайнатасыз. Ұйықтар алдында ішуге болмайды. Оны таңертең және күндіз қабылдаған дұрыс. Куркума қосылған сүт ең танымал аюрведиялық рецепттердің бірі. Оны алтын сүт деп те атайды. Бұл сусын барлық гормондарды теңестіреді, иммунитетті нығайтады, ас қорытуды жақсартады, суық тиюді де емдейді. 200 мл ыстық сүтке жарты ас қасық куркуманы саласыз. Дәміне қарай бал қосуға болады. Бұл сусынды түнде ішкенге жақсы. Егер сіз мен анама тіркелсеңіз, мен анамда осы куркума неге пайдалы деген видео бар. Сол видеоны қарасаңыздар болады. Егер де мен видеом сіздерге ұнаса, мен анама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менімен соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлнар.